Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Бүгін сіздерге үй жағдайында томаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған помидор болгарскийімізді, чесногымызды осылай миксерге өткізу үшін турап дайындап алатын боламыз. Одан соң миксерімізге салып, жақсылап езіп аламыз. Миксер болмаса блендермен езіп алсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап езіп алғаннан кейін қазанға салып қайнатып алатын боламыз. Помидорымызды, болгарскийімізді бірінен соң бірін салып қайнатамыз. Барлығын бірге қосып. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда шыққан видеоларымның алғашқылары болып, сіздің парақшаңызда көрініп тұратын болады. Болгарскийімізді де осылай салып алатын боламыз. Одан кейін чесногымызды да өткізген салып аламыз. Салған барлық қоспамызды араластырып алатын боламыз. Астын алғашқыда қатты отқа қойып, қайнай басталған кезде баяу отқа қойып, қайнатып аламыз. Менде барлығы сулы помидор, сондықтан мен су тартылғанға дейін ерекше әдіспенен суын алып алатын боламын. Осылай шолпыны қойып, су тартылғанға дейін суын алып тұрсаңыздар болады. Осының су тартылғанша осылай барлығын банкіге құйып отырасыздар. Бұл суменен кейін помидордың соғын жапсаңыздар да болады. Осылай су тартылғанша шолпыны қойып, суын алып отырасыздар. Арасында осылай қозғап тұрсаңыздар, асты жабысып қалмайды, күйіп кету. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, сонда мені жоғалтып алмайтын боласыздар. Дайын болған кезде осылай қою массада болады. Парт етілген банкамызға осылай құйып алатын боламыз. Кішігірім банкілерге құйып алыңыздар. Қыстың күні қолданғанға ыңғайлы болады. Арнайы осылай банкының воронкасына салып, бетіне құйып алатын боламыз. Содан соң аузын мықтап жауып алыңыздар. Келесі банканы да көрсететін боламын. Осылай банка қойғышқа қойып, жауып алыңыздар. Барлық банкілерімізді жауып аламыз. Дайын болды барлығы. Менде 4 банка шықты. Осылай қалауларыңызша жапсаңыздар болады. Көбірек қылып та жапсаңыздар болады. Назар аударып, менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.
барлық банкілеріміз осылай жауып алдық.